Бүгін мен сіздерге Қазақстанның Қытай мен Ресейге ерікті түрде бере салған жерлерін айтатын боламын. 1991 жылы еліміз тәуелсіздік алғаннан бастап бүкіл әлемнің әсіресе ірі державалардың назарына түсті. Әлбетте Қазақстан секілді Евразияның дәл төрінде орналасқан, жер көлемі орасан зор аумақты алып жатқан мемлекеттің назардан тыс қалмауы мүмкін емес еді. Сондықтан алпауыт мемлекеттер бізбен байланыс орнатып өздерінің ықпалы мен талаптарын енгізді. ақш-тың Қазақстандағы мүддесі. ақш-ты біздің елде екі мәселе қызықтырды. Біріншісі ядролық қару, екіншісі ресурстар. ақш тарапы бізді ядросыз мемлекетке айналдыру үшін әрекеттер жасап, келіссөз жүргізді. Себебі Қазақстан ядролық қару бойынша әлемде 4-ші орын алғандықтан бұл мәселе батыс елдерін алаңдатты. Осы сәтте Қазақстанға Палестина басшысы Ясир Арафат келіп, Назарбаевқа мен өз атымнан емес, сіздің достарыңыздың атынан келдім дей келе, оларды да ядролық қару қызықтырғанын білдірді. Оны Ливия басшысы Муаммар Каддафи жіберген болатын. Назарбаев ядролық қаруды ұстап тұру өте қымбат тұрады дегенде, Ясир Арафат қанша керек деп сұрады. Назарбаев олар қалжыңдап тұр екен деп $20 миллиард дей салды. Сонда Ясир сізге бұл ақшаны жеткіземіз деп мәлімдеді. Сол кезде сыртқы істер министрі болған Тоқаевқа да көптеген мұсылман елдерден хат келіп, олар Қазақстан ядролық қаруға ие болған жалғыз ислам мемлекеті, сондықтан бұны сақтап қалу керек деп өтініштер білдіріп жатты. Көптеген мұсылман мемлекеттері Қазақстанға үлкен үмітпен қарады және қанша ақша сұрасаңдар да қаржыландырамыз. Қазақстан қуатты ядролық державаға айналу керек десе де, Назарбаев Қазақстанның ірі держава болуын дұрыс көрмей, 1992 жылы Лиссабон келісімшартына сай бүкіл ядролық қарудан бас тартты. Кейін ақш-тың Chevron компаниясын Атырауға кіргізіп, ресурстарды өндіруіне мүмкіндік берді. Қазақстандағы Ресейдің мүддесі. Ресейді қызықтырған ең басты мәселе Байқоңыр ғарыш айлағы болды. Сол себепті Қазақстан мен Ресей арасында 2 рет келісімшарт орнады. Бірінші келісімшарт нәтижесінде Қазақстан Байқоңыр ғарыш айлағын Байқоңыр қаласымен қосып 1994-2004 жылдар аралығында жалға берсе, екінші келісімде 2050 жылға дейін жалға берді. Ресей бар болғаны жыл сайын шамамен $200 миллион ақша төлейді, бірақ өзі миллиардтаған доллар табыс табады. Өздеріңіз білетіндей, адамдар жер бетінің кез келген жерінен ракета не спутник ұшыра алмайды, себебі озон қабаты оларды өртеп жібереді. Бірақ Байқоңырда олай емес. Бұл жер ғарышқа оңай шығуға мүмкіндік беретін әлемдегі ең таңдаулы аймақтардың бірі. Сондықтан әлемнің көптеген елдері осы жерден өз ғарышкерлер мен спутниктерін ұшыруға мүдделі. Байқоңыр Ресейдің бақылауында болғандықтан әлем елдері Ресеймен келіссөз жүргізіп, тиісінше ақшаны Ресейге төлейді. 1998 жылдан бастап ақш тарапы Байқоңырға жыл сайын $500 миллион, ал Европа елдері $150 миллион ақша құйды. Ресей 2007-2017 жылдар аралығында $3 миллиард $400 миллион табыс тапты. Қысқаша айтқанда өзі миллиардтаған доллар табыс тауып, Қазақстанға тек тиын-темен төлеп қойып отырды. Сондай-ақ Байқоңыр қаласын бақылауда ұстағандықтан, онда көліктер Ресей номерімен жүріп, адамдар рубльмен саудаласуға мәжбүр. Одан бөлек гептилдің төгілуі ол жақтағы халық пен жануарларға орасан зор зиян келтіруде. Байқоңыр заң жүзінде біздікі, іс жүзінде Ресейдің бақылауындағы қала. Егер бұл біздің иелікте болғанда, шетелдің миллиардтаған доллары Қазақстан қазынасына тиер еді. Ресей сонымен қатар 1996 жылы Саршаған полигонын жалға алды. Нәтижесінде Ресей жаңа қару ойлап тапса және оны сынақтан өткізу керек болса, адам аяғы баспаған бос жатқан жерлері толып жатса да біз жаққа келіп атқылайды. Одан біздің жер ластанып, зиянын қарапайым халық көреді. Байқоңыр мен Саршағанды Ресейге беру біз үшін шығынды, зиянды келісімшарт болды. Қазақстандағы Қытай мүддесі. Қазақстанның Ресей және ақш-пен тиімсіз келісімшарттарға отырғаны көрген Қытайда бізден пайда көріп қалуға тырысты. Қытайлар бізге жер дауын даулап келді. Қытай жалпы көршілеріне үнемі жер дауын дауласа да, оның талаптарына көпшілігі құлақ аспай, 1 метр жерін бермеді. Бірақ Назарбаев Қытайдан қорқып 1996-2003 жылдар аралығында бірқатар жерлерді сыйға тартты. Ресми түрде 1000 шаршы шақырым даулы жердің 57% бізде, 43% Қытайға берілді. Бұл дегеніміз 430 шаршы шақырым жердің Қытайға берілгендігін білдіреді. Яғни бұл көлемі жағынан Ақтөбе қаласынан да асып кететін аумақ. Бұл жерлердің әрбір метр үшін кезінде көптеген ата-бабаларымыз қан төккен болатын. Соңғылардың бірінде Абылай, Қабанбай, Бөгенбай бастаған қазақ жасақтары 6000 әскермен Қытай шүршіттің 40.000 әскерін талқандай отырып, сақтап бізге аманатқа қалдырды. Соны Назарбаев еш соғыссыз сыйға тартты. Бұнымен Қытайдың дәмесі тиылғанды жоқ. Олар әлі де Балқаш көліне дейінгі жер біздікі болған деп санайды. Қазақстандағы жекешелендіру. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін көптеген экономикалық реформалар жасады. Соның бірі елді жекешелендіру болатын. Жекешелендіру кезеңінде мемлекет мүлкі жаппай тоналды. Бұрын мемлекет мүлкі ретінде саналған көптеген нысандар ұстағанның қармағында кетті. Аймақтық байлар кезінде кеңес үкіметінде орнаған ұжымшар кеңшарлардың мүлкін еншілеп алды. Сондай-ақ коммунистер орнатқан ауылдың ортақ малы болатын. Сол ортақ малдардан да халыққа үлестірмей өздеріне алып алды. Бірақ бұның бәрі ұсақ майшабақтардың жағдайы.
ірі тонауларды ықпалды адамдар жүзеге асырды. Олар мұнай, газ, алтын кендерін өз аттарына аударып жекешелендірді. Артылып еншілей алмағандарын шетелдерге сатты. Біздің көптеген табиғи байлық көздеріміз шетелдіктерге басы бүтін сатылып кетті. Олар ол жақта қанша өндірсе де, қайда сатса да біздің тарапта шектеу бола алмайды. Әсіресе Қытай тарапы бұл істе аса белсенділік танытты. Сондай-ақ қытайлар таяуда егер сырт елдерде біздің экономикалық аймақтарымызға қауіп төнсе, әскер кіргіземіз деген заң қабылдады. Жекешелендіру біздің экономикамызға жасалған ең үлкен қастандық болды, себебі егер мұнай, газ секілді табиғи байлық көздері 100% мемлекет бюджетіне түсетін болса, елдің әл-ауқатын жақсартып табысын арттырушы еді. Бірақ жеке тұлғаға өту немесе шетелдерге сатылуы табыстан толықтай қағылу деген сөз. Олар көп болса тек салық төлейді, бірақ бұл таза табыстың қасында жай тиын тебен ғана. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін дұрыс саясат жүргізгенде, аз уақыттың ішінде бай әрі қуатты мемлекетке айналып, әлем санасатын деңгейге жете алар еді. Қазақстан мұсылман мемлекеттерінің қаржылай қолдауымен ядролық қаруын сақтаса, ешкім біздің жерімізді алуға және бергізуге мәжбүрлей алмай сескенетін еді. Егер Қазақстан ядролық қару тек қорғаныс үшін және біз бейбітшілікті қалайтын елміз десе, ешқандай мәселе туындамайды. Пәкістан, Үндістан секілді мемлекеттерді ядролық қаруды иеленіп, Ресей секілді құтырмай өздерінің батыс елдерімен бейтарап ұстанғандықтан ақш тарапынан ешқандай қысымға ұшыраған жоқ. Қазіргі заманда ядролық қару мемлекетке сырттан жау басып кірмейтіндігіне кепіл бола алады. Сондай-ақ қазіргі заманда ғарышты игеру өте маңызды сала болып табылады. Кезінде Европа елдерінің арасында кім жаңадан ашылған Американы игерсе, солар ірі державаға айналып байып кеткен болатын. Ал оны назардан тыс қалдырған Осман империясы артта қалды. Сондықтан ғарышта тура сол секілді маңызды дамуға мүмкіндік беретін аймақ. Сол үшін де Иран, ақш, Қытай, Европа барлықтары ғарышта бір-бірін озып кетуге тырысып барын салуда. Байқоңыр арқылы қыруар пайдаға кенеліп ғарыш саласын дамытуға мүмкіндік болар еді. Біз оны Ресейге беру арқылы бұл салада толықтай артта қалдық.